Құппылат бегім, бұдан бұлай, текфурлардан да салық аламыз. Алдағы уақытта қазынаға түсетін табыс та, шығын да көбейеді. Қазынаның басына бас қазынашы болып, Байындырбек келеді. Өзіне жеткізіңдер. Құппылат бегім. Сондай-ақ бірден жазылсын. Құппылат бегім. Малхун бегім, әлгі текфурлар Енишехирге тауар әкелуге келісті. Тіпті тауарды Константинопольден алып келетіндер де бар. Сондықтан Енишехир базарына сен жауап бересің. Құппылат бегім. Біз жұмыла кірісіп, соғысып жүрміз. Батырлар соғысқа аттанғанда мал-мүлік пен қоныстар қорғансыз қалады. Тіпті бұдан бұлай текфурларды қорғауда біздің ісіміз. Сондықтан бұған көз жұма қарай алмаймыз. Бала бегім, сөгітке әйелдер жасағын орналастырасың. Қандай қастық қылса да, тойтарыс беруге әзір болыңдар. Құппылат бегім. Жақсы. Әрбір қонысқа тез арада бір қазы мен бір ұстаз жіберу керек. Мұны да жазып қой. Құппылат бегім. Шекаралар ше бегім. Кеңейтпейміз бе? Балам. Бектіктің заңдылығы да осы. Кеңеймеген тарылуға бейім келеді. Ендігі біздің бағытымыз Ките болады. Ал мен кестелден Китеге қарай батырларды азықпен қамтамасыз етем бегім. Олай істемейсің, Орхан. Кестел, енді сенің мүлкің емес. Қаражақисар да сенің мүлкің емес. Алдымен лайық боласың. Соңғы жасаған қателігі талай қақтығысқа себеп болды. Құппылат Осман бегім. Мәжіліс осымен бітті. Бала бегім, Малхун бегім, екеуің қалыңдар. Шыға беріңдер. Бүгін шекарада жан берген бүкіл Монғолдың кегін аламыз. Сендер әмір шопанның қызметшілері. Менің адал нөкерлерім. Түріктердің қанын көл көсір қып ағызамыз. Қан!